Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі шығарылымда мен сіздерге күнделік кезетте сабақ кестені қалай жариялау керек екенін көрсетемін. Ол үшін күнделік кезетке кіргеннен кейін жоғарыда мектеп деген мынау тұрғанға кіресіз, және оның астында жұмыс үстелі деген тұр. Осы жұмыс үстелін басасыздар. Ол жерде мынадай бет ашылады. Енді бұл жерде әкімшілік ету дегенді мынаған кіресіздер. Және әкімшілік етуді басқаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. Енді кестеге кіреміз. Кестеге кіргеннен кейін өз сыныбымызды таңдаймыз. Міне біздің сабақ кестеміз өткен 90-дағы. Егер де сізде өткен 90-дағы сабақ кестеңіз осы 90-да өзгермеген болса, тура соны жариялайсыздар. Егер де мұғалім ауысып, немесе сабағыңыздың орны ауысқан болса, оны бірінші өзгертіп аласыздар, сосын барып жариялайсыздар. Менде бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Егер де өзгеріс болған жағдайда, оны қалай өзгерту керек, оны біреуін көрсетіп өтейін сіздерге. Ол үшін сабақ түрлендіргіш дегенге келесіздер. Міне тұр ол. Осыны басқаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. Және осы кестенің үстіне кіресіз өзіңіздің сұлбаңыздың. Міне, сіздің сабақ кестеңіз шықты. Осы жерде өзгертулер жасауға болады. Енді менде қазір ешқандай өзгеріс жоқ, бірақ біреуін көрсетіп өтейін. Мысал үшін, бұны өзгерту үшін сіз, мысалға мен айталық, мұғалім ауысқан болса, егер де сіздің сыныбыңыздың, ол үшін мына пәннің үстіне барасыз. Ол жерде міне осылай шығады. Сары тұрған қарандаштың үстіне барасыз да, сол жерде міне соған басқан кезде осындай шығады. Және мұғалімді ауыстыратын болсаңыз, мынау тұрған мұғалімнің жанындағы қара түймешеге барып, осы жерде өзіңізге қажетті мұғалімді тауып таңдайсыз және сақтау батырмасын басасыз. Сосын сізде бұл сақталады. Егер пәніңіз өзгерген болса, пәніңізді өзгертесіз. Сонымен барлығы дайын болғаннан кейін, көз жеткізіп болғаннан кейін, дұрыстығына ретімен барлығын көріп шыққаннан кейін, жоғарыда тұрған мынау жариялау деген батырмаға келесіз. Сосын тағы да жариялау шығады. Жариялауды басамыз. Енді бізге айтады, осы толық 90 бойынша жариялау керек. Ол үшін мына жоғарыда бізде бос ұяшықтар тұр. Әр аптаның турасында міне тұр, мына жерде тұр, мынау тұр. Енді біз оның барлығына бірден қою үшін жоғарыда тұрған бір ұяшық тұр. Соған бассақ, барлық міне 3-ші 90-ның барлығына қойылды. Міне осылай болғаннан кейін ең соңында жариялау деген тұр. Міне тұр. Осы жариялауды баса қоясыз және сабақ кестеңіз жарияланады. Енді біз оны жарияланғанын көру үшін өзіміздің кестемізге қайтадан кіреміз. Сыныбымызды таңдаймыз. Міне, менде қазір 3-ші 90 сабағым жарияланып тұр. Енді журналдарға кіріп көремін. Журналға кіріп, өз сыныбымды таңдаймын. Және бүгінгі өткен сабағыма кіріп көремін. Міне, менде сабақ кесте жарияланды. Осымен ары қарай өткен сабақтарымызды формативті баға, қашықтықтан оқылған болса, қашықтықтан оқуды басып, балаларымызды бағалап шығамыз. Енді оны қалай толтыру керек екендерін келесі видеода көрсететін боламын. Сау болыңыздар, назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Видео ұнап жатса,
комментарий қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.